Кім намаз оқымаса ұятсыз адам дейді. Неге ұятсыз? Ұялмайды екен дейді. Алла Тағала есін білгеннен бері сондай нығметті оған берді дейді. Оны жарық дүниеге келуді Алла нәсіп етті дейді. Әкенің белінен дейміз ғой. Сол кезде миллиондаған ұрық шығады екен ғой, аталық ұрық. Солардың ішінде Алла біреуін ғана таңдайды дейді. Қалғандардың бәрі қалады дейді ғой жолда. Былайша айтқан кезде осы отырған әрқайсымыздың жанымызда миллиондаған адамдар болған. Былайша айтқан кезде мына өмірге келген адамның әр адам баласы ол избранный дейді. Таңдалынған адамдар ғана өмірге келеді дейді. Енді келіп алып жүрмеу керек та сағыз жинап. Миссияңмен айналысайшы келгеннен кейін. Не үшін келдің сен? Бірден келе салып, неме айналысыңыз? Өзіңізге бұйырған тапсырмамен айналыс. Алла нені тапсырды бізге? Балиғат жасқа толған сәттен бастап намаз парыз болды. Қайда барсам онда бар. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, қаласаң кәпір бол, қаласаң мұсылман болып кел менің алдыма дейді. Өзің білесің дейді. Алла бізге таңдау ерік берді. Намаз оқысаң оқи бер дейді. Оқымасаң да өзің біл дейді. Ал бірақ ерте менің алдыма келген кезде әңгіме басқаша болады дейді.